Саламатсыздар ма? Біз бүгін Каспий KZ приложениесінен пенсионканың және соцотчисленияның выпискасын алуды үйренетін боламыз. Ол үшін Каспий KZ приложениесіне кіреміз. Әркім өз приложениесіне кіреді осы кезде. Және де госуслугиді таңдайды. Главныйға кіреді, потом госуслуги. Осы жерде ең бірінші цифровые документы деген бар. Соған кіресіздер. Енді цифровые документы ашылды. Осы жерде справки бұл, яғни қасында қызылмен new деп жазылып тұр, яғни жаңадан қосылған сервис, яғни жаңадан қосылған қызмет түрі. Осы Каспий KZ приложениесінің бұл өте пайдалы қызмет түрі қазіргі таңда. Әрі өте тиімді жолы. Справкаға кіреміз. Осы кезде міне о пенсионных отчислениях, справки о социальных отчислениях, по выплатам пенсии из наркологического диспансера. Ары қарай солай кете береді. Бізге ең маңыздысы, яғни жеке кәсіпкерлерге ең маңыздысы ол о пенсионных отчислениях және о социальных отчислениях. Яғни көп адам өзінің, көп кәсіпкерлер төлеп жатқан кезде ұмытып қалады, қайда төлеген, немесе қайда төлемегенін ұмытып кететін кездер болады, әрине кез келген адамда. Және де ол төлеген төлемдері шын мәнінде түсіп жатыр ма фондтарға? Солай да сұрақтар болуы мүмкін. Немесе төледі және де бір қажеттіліктерге байланысты құжаттар өткізу керек болады. Сол кезде төлеген суммасы сол 3 күннің ішінде түсті ме екен, соны білу керек болады. Сол кезде қажет болады осы сервис. Сол кезде өздеріңіз осылай кіріп, мысалы, о пенсионных отчислениях керек болды делік, кіреміз. Осы жерде бізге қанша уақыттың пенсионкасын сұрайсыз, соны осы жерде белгілейсіз. Мысалы, за месяц, яғни бір айға керек болса, осыны за 3 месяца, за полгода, 6 айға болса, за полгоданы таңдайсыздар. За год деген ол бір жылға, за все время деген ол сіздің бастапқы жарналарыңыздан бастап осы қазірге дейінгі жарналарды бүкілін шығарып береді. Қанша төлем түскенін. За период дегенде, мысалы, қай айды керек болды, сол айды таңдайсыздар. Мысалы, июнь болатын болса, применить десеңіз, тек июньді ғана шығарып береді. Яғни бір ғана айды таңдауға болады за периодта. Ары қарай осылай алуларыңызға болады. Және де бұл отчет тапсыратын кезде өте тиімді нұсқасы. Яғни сіз өзіңіздің отчетыңызды тапсырып беріп жатқан кісіге уақытты көп алмас үшін жаңағы, мысалы, за все времяны басып, немесе отчет тапсырушы маман қанша айды сұраты, соны белгілеп мына жерде. Мүмкін ол за полгодан сұратуы мүмкін, немесе за год сұратуы мүмкін, немесе бүкіл осы кезге дейінгі аударымдарды сұрауы мүмкін. Сол кезде за все время деп получить справку дейсіздер де. Ары қарай осы жерде қазір поделиться деген шығады. Поделиться деген шығады. Сол кезде то есть отправить документ деген шығады. И осы жерде WhatsApp деп таңдап, кімге жібересіз, сол кісіні таңдап, ары қарай жібере берсеңіздер болады. Сол кезде отчет тапсыруда көп уақыт алмайды. Өйткені қазір шынымен де eGov порталында өте задержка болып жатыр. Қатып жатыр приложение, сол үшін бұл үлкен көмек болады. Одан кейін керекті нәрсе ол социальных отчислениях. Осыны аласыздар, тура сол сияқты за все время, мысалы, получить справку деп ары қарай, получить справку и отправить документ деп әрі қарай
қажеттілікке байланысты қажетті кісіге жібере аласыздар. Бұл өте керемет возможность және де уақытты тиімді пайдаланудың бір жолы десек те болады. Отправь документ деп ары қарай жібере саласыздар. PDF форматта түсетін болады. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.